Қазақ неге 300-ге бөлінеді және айырмашылығы неде? Қазақ хандығы 300-ге бөлінеді. Олар ұлы, орта, кіші жүз. Жүз деген жердің беті деген мағына береді. Айдың жүзі, адамның жүзі деген сияқты. Жүз Қазақ хандығының әкімшілік бөлініс аймағы. Қазіргі әкімшілік аймақ облыс, аудан, ауыл деген сияқты. Үлкен, биік таулы жерде мекен еткен үшін ұлы жүз. Орта таулы, орманды жер мекен еткен үшін орта жүз. Жазық, шөлейтті шөлді далада мекен еткен кіші жүз. Ұлы жүздің тұрған аймағы тіршілікке қолайлы. Жері құнарлы, шөбі қалың, су мол, ауа райы жайлы, мал бағуға, егін егуге қолайлы аймақ. Бұл аймақтың қазақтары бай тұрды. Сондықтан көрші елдерге жорық жасап, барымташылықпен айналысу қажет болмады. Осы қолайлы аймақ үшін ұлы жүзге көрші елдер жиі шабуыл жасап тұрды. Сондықтан ұлы жүз қазақтар мінезі еңбекқор және батыр болып қалыптасты. Орта жүз аймағы жағы ауа райы қолайлы, бірақ қысы қатты суық, көбінесе жылқымен қой ұстады. Орта жүз қазақтар сөзге шешен, әнші, ақын, батыр болып келеді. Көрші елдерге мал үшін барымташылық жорықтар жасамады. Негізгі қиындығы қысқы ауа райы. Қолайлы аймаққа көшу кезінде малдары қосылып, айырылмай немесе қолайлы жер үшін дау-дамай болып тұрды және дауды шешуге қабілеті жақсы дамыды. Кіші жүз жері шөлейтті, шөл дала, құнарсыз, мал бағып, егін егуге қолайсыз болды. Ауа райы жазы ыстық, қысы өте суық. Елде мал саны аз болғасын, көрші елдерге барымташылық, қарақшылық, шабуылдар жасайтын, кейде кіші жүз рулары бір-біріне барымташылық жасайтын. Бұл өмір оларды нағыз батыр, жауынгер, күрескер қылып мінезін қалыптастырды.